Сәлем достар, бүгін сіздермен тауықтың аяқтарын қалай дұрыс маринадтау керек екенін көрсететін боламын. Енді үлкен ыдысымызға біз тауықтың жуылған таза аяқтарын саламыз. Үстіне тұзымызды салып бір араластырып аламыз. Оның үстіне қара бұрышымызды тағы салып, тағы бір араластырып аламыз. Достар, егер менің каналым сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Басқа әлеуметтік желілерде менің видеомды таратуларыңызды сұраймын. Енді ары қарай біз паприкамыз себеміз. Қанық қызыл түс беру үшін себеміз. Тағы да бір араластырып аламыз. Оның үстіне біз майонезімізді және кетчупымызды себетін боламыз. Менде кетчуп сәл ащылау болғандықтан мен ащы бұрыш қоспадым. Егер сіздер ащылау болғанын қаласаңыздар, чили бұрышын қосуларыңызға болады. Барлығы сіңу үшін жақсылап араластырамыз. 3-4 сағатқа бетін жауып, салқын жерге қоятын боламыз. Пештеріңізге қарай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығады. Міне менің тауықтың аяқтары дайын болды. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.